я швед самый. На поворот и он обгоняет. Это сумасшедшие какие-то, не знаю. Неправильно делают. Скорость должна быть. Ну вот 90 написано, иди 90. Дорога смерти дейді ғой, ажал жолы дейміз. Таксилердің көбі ешқандай жол ережесін де сақтамайды, жылдамдықты да сақтамайды. Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл біз айтамыз жобасы. Бүгінгі айтатын мәселеміз Орал Атырау тас жолындағы жол көлік апаттары. Шыны керек, қазір ағайынның аузында бұл жол өлім жолы деп аталып кетті. Себебі Атырау Орал трассасында бір жылдың ішінде бірнеше адам қайтыс болып, отағасынан айырылды, анасынан айырылды, жесір қалды. Көп бала әкесіз, анасыз жетім қалды. Сол жол апаттарын алдын алу бағыты бойынша не істеу керек? Біз айтамыз. Мен Батыс Қазақстан облысы полиция департамент патрульдік полиция батальонының командирінің орынбасары полиция капитаны Берманов Чеңгіз Рахметоллаұлы. Сізді жол қауіпсіздігі жүргізушінің жауапкершілігіне жол апатын алдын алу шақырамын. Ағымдағы жылдың 6 ай қорытындысы бойынша облыс аумағындағы тас жолдарда 26 жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 12 адам қаза тауып, 41 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Сонымен қатар, шілденің 1 мен 31 аралығында Батыс Қазақстан аумағында рөлде ұйықтау акциясы өткізілуде. Акцияның мақсаты жол көлік оқиғалардың алдын алу, автокөлік құралдарының жүргізушілерінің шамадан тыс жұмыс істеудің себебі апаттық деңгейлерді төмендету, сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ауыр немесе шаршаған жағдайда реакцияны және назарын нашарлататын дәрілік препараттардың әсеріндегі жүргізушілерді анықтау болып табылады. Құрметті қала тұрғындары және жүргізушілер, көлік құралын басқару кезінде жылдамдықты асырмай, қауіпсіздік белдігін тағып, жол жүру ережесін қатаң сақтап жүргізулеріңізді сұраймын. Ал мына ағайындар май қызметкерлері өзінің жұмысын жасап жатыр. Бұл машинаны тоқтатпайды көліктерді. Бұл автоматты түрде осылай жылдамдықты асырса, өздері машинаға түсіп, осындай камераға, базаға енгізіп жатады. Қазір сұрақ қойып. Ассалаумағалейкум. Бүгіндікке мына жерде тұрғанымызға неше сағат болды? Бір сағаттың үстінде уақыт болды. Бір сағатта жылдамдықты көбейткен неше машина өтті шамамен? Қазір бір сағаттың ішінде 8 автокөлік жылдамдығын асып келе жатыр. Ол базаға тікелей кетеді ғой. Айып болды. Міне көріп тұрсыздар ағайын, кісі тасимыз дейміз, такси боламыз дейміз. Такси болыңдар, кісі тасыңдар, бірақ жылдамдықты көбейтпей, өзіміз жауапкершілікті өзіміз алайық деген сөз айтайын деген. Дорога смерти дейді ғой, ажал жолы дейміз. Менің ойымша бұл жерде темір жолды іске қосатын уақыт келді. Темір жолды салуымыз керек. Темір жол өте қауіпсіз, әрі арзан, әрі қосымша жұмыс күштері пайда болатын еді. Ең бастысы адамдардың өмірін сақтап қалуға болады. Өйткені Индерге дейін темір жол кетіп тұр. Орал мен Индердің арасын жалғайтын болсақ, шамамен 300 км көлемінде темір жол болады. Енді оны Индерден әрі қарайғы темір жолдың жағдайын білмеймін, бірақ темір жол бар. Ол және мен енді анық қолымда құжат күйінде жоқ, бірақ мен енді өзім сұрастырып, іздестіріп жатырмын. Архивтен сұрастырып жатырмын. Мына СССР мемлекеті кезінде осы жоба болған. Тіпті сметалық құжаттарға дейін дайындалды дейді. Осы Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғау жөнінде мәселе. Мысалы үшін мен Қызылорда облысына өте бір қызығып қараймын. Қызылордада барлық аудандар өзара темір жолмен жалғасып жатыр. Яғни темір жол барлық аудандарына соғады. Бізде ең үлкен проблема осы жол мәселесі ол. Егер Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғайтын болсақ, ол экономикалық жағынан да тиімді. Адамдардың өмірін де сақтап қаламыз. Әрі жұмыссыздық мәселесінде қосымша шешкен болар еді. Сондықтан осы СССР кезінде осы проектіні іздеп тапсақ та, болмаса жаңадан жасасақ та, негізі бұл жаңадан асфальт жол салу ол мәселені түбірімен шешеді деп ойламаймын.
мысалы қазір Ақтөбе мен Екортаға, Орал мен темір жол бар. Бір жағынан оларда да такси байланысы бізбен жақсы ғой, альфардтар ол жақта да бар. Бірақ әлде қайда аз да трагедиялық оқиғалар, себебі темір жол көп мәселені шешіп отыр. Бізге қазір мысалы Атырау мен Орал екі ортасына міндетті түрде бір темір жол керек. Себебі Атырауда үлкен Атырау бар, ар жағында Ақтауға қосатын, Атырау арқылы Ақтауға барады ғой. Ар жағында үлкен мұнай газ кеніштері тұр. Яғни біздің болашақта да біздің Батыс Қазақстанның біраз адамдары сол жаққа барып жұмыс істейді деген сөз ол. Біз қаласақ та, қаламасақ та сол адам өзі жақсы өмір сүруге, жақсы жалақы төлейтін жерге барады ғой. Осындай алдағы уақытта осы темір жол мәселесін шешу керек деп есептейміз. Егер Атырауға бара жатсақ, үлкен күре жолдың бойында ауылдардың бәрі жолдың сол жағында орналасқан, ал жайылым оң жағында. Өйткені мына жақта ауылдан кейін оның ауылдың сол жағында жайық ағып жатыр. Ол жаққа мал жайыла алмайды. Сондықтан барлық мал ерсілі-қарсылы мына үлкен күре жолда былай кесіп өтіп жатады. Көрдіңіз бе? Енді біз мынау Астанадағыдай көпір ештеңе салған жоқпыз, мал өтуге ыңғайлы. Сол себепті малға соғылып жол көлік оқиғалары, малға соғылу салдарынан ең негізгі бөлігін сол құрайды. Жаңағы жолдың өзінің сапасыздығынан бөлек ең бастысы малға соғылу. Сондықтан біз мынадай ұсыныс енгізгенбіз. Кәдімгі Қытайдың жапсырмалары наклейки дейді, самоклеющий пленка. Светоотражающий, яғни күнге жарыққа шағылысатын арзан жаңа наклейкалары. Соны ірі қара малының мүйізіне, жылқының мойнына жапсыру. Сол кезде түнде әсіресе түнгі уақытта өте қауіпті. Ол жерде жарық жоқ. 500 км жол өте тар. Машиналар қатты келе жатқан кезде алдарына мал шығып қалады. Негізгі жол көлік оқиғасы ең болмаса бір жолата жоймасақ та азайтуға бір септігін тиген болар еді. Енді қазіргі кезде шынымен де бір жағынан қарасақ, жолдың сапасы нашар Екортадағы. Екіншіден ол тек қана жол кінәлі емес қой, бұл жерде кісі таситын, адам таситын таксилердің көбі ешқандай жол ережесін де сақтамайды, жылдамдықты да сақтамайды. Енді былай қанда техниканың тілі жоқ, бірақ оны қарайтын, жүргізетін адам болғаннан кейін, кісі тасығаннан кейін дұрыстап қарау керек деп ойлаймын. Себебі бәріміздің де туысқандарымыз, бауырларымыз сол Атырау мен Екортада жүреді, жұмыс істейді, теңіз кенішінде, басқа жерлерде. Енді қазіргі шынын айтқанда өте қорқынышты. Әр кеткен сайын жанымыз шүберек кетуге отырамыз. Құдайға сыйынып, Аллаға сыйынып дегендей. Енді менің ойымша, біріншіден үкіметтің тарапынан әрине жол сапасын, жолды қайтадан кеңітіп салу керек. Ол мәселе енді ойлаймын күн тәртібінде бар шығар деп. Екінші мәселе, әр адам көлік рөліне отырған өзі алып баратқан адамдардың тағдырына жауапты екенін сезіну керек. Жылдамдықты асырмау керек. Сосын ол жолда үлкен мал көп, мал шығып қалатын үлкен ауылдар бар. Сол мәселенің бәріне көңіл болып отыру керек. Содан кейін қазір альфардтар бізде кәдімгі қазақтың трагедиясына айналды ғой. Көптеген, жүздеген, мыңдаған Қазақстан бойынша адамдардың өмірін қиып атқан осы көліктердің көбі оң жақ рөлдегі көліктер. Тағы мәселе осы жол апаттарының оқиғасы болатын жайттың бірі лед светтер дейді. Түнде келе жатады, ақшитып қояды, қарсы келе жатқан машина оны көрмейді. Сондықтан да болады, малға соғылады, тағысын тағы. Сондықтан ағайын сіздерге жүргізушілерге айтатын, міне 90 деп знак тұрма, бұл қараптан алып тұрған жоқ, ендеше 90-дан асырмайық. Өз жауапкершілігімізді өзіміз алайық. Рөлде ұйықтау республикасы акция өтіп жатыр. Жаңа көзіңіз білесіз ғой, жолда деген көптеген авариялар болып жатыр, орын алып жатыр. Адамдар жаңа жолдан шаршап шығады, жолда ұйықтап, соның кесірінен жол көлік оқиғасы көп орын алып жатыр. Сізге осындай акция береміз, қарап. Енді акцияны қолдаймыз. Авария болмаған жақсы, адамның қауіпсіздігі ғой, ең бірінші. Адамымыз, жолымыз қайда-да. Надо так, чтобы ездить, не нарушать скорость. Скорость здесь. Главное, что едут, вы знаете, аж все самые. На повороте он обгоняет. Это сумасшедшие какие-то, не знаю, неправильно делают они. Скорость должна быть. Ну вот 90 написано, иди 90. Бұл акцияны қолдаймыз біздер. Жолда жай жүру керек. Өзінің мөлшерімен 110 ба 110 мен жүру керек. Сақ болу керек. Жол қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Жеңіл машиналар ғой, көбінесе қатты жүреді. Любой жеңіл машина қатты жүреді ғой. Альфа-арттан таксистер. Оларға не айтасыз таксистерге? Оларға енді барынша сақтық шараларын қолдап жүрсін деп.
Мен Батыс Қазақстан облысы полиция департамент патрульдік полиция батальонының командирінің орынбасары полиция капитаны Бирманов Чеңгіз Рахметоллаұлы. Сізді жол қауіпсіздігі жүргізушінің жауапкершілігіне жол апатын алдын алу шақырамын. Ағымдағы жылдың 6 ай қорытындысы бойынша облыс аумағындағы тас жолдарда 26 жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 12 адам қаза тауып, 41 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Сонымен қатар, шілденің 1 мен 31 аралығында Батыс Қазақстан аумағында рөлде ұйықтау акциясы өткізілуде. Акцияның мақсаты жол көлік оқиғалардың алдын алу, автокөлік құралдарының жүргізушілерінің шамадан тыс жұмыс істеудің себебі апаттық деңгейлерді төмендету, сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ауыр немесе шаршаған жағдайда реакцияны және назарын нашарлататын дәрілік препараттардың әсеріндегі жүргізушілерді анықтау болып табылады. Құрметті қала тұрғындары және жүргізушілер, көлік құралын басқару кезінде жылдамдықты асырмай, қауіпсіздік белдігін тағып, жол жүру ережесін қатаң сақтап жүргізулеріңізді сұраймын. Ал мына ағайындар май қызметкерлері өзінің жұмысын жасап жатыр. Бұл машинаны тоқтатпайды көліктерді. Бұл автоматты түрде осылай жылдамдықты асырса, өзі машинаға түсіп, осындай камераға, базаға енгізіп жатады. Қазір сұрақ қойып. Ассалаумағалейкум. Бүгіндікке мына жерде тұрғанымызға неше сағат болды? 1 сағаттың үстінде уақыт болды. 1 сағатта жылдамдықты көбейткен неше машина өтті шамамен? Қазір 1 сағаттың ішінде 8 автокөлік жылдамдығын асып келе жатыр. Ол базаға тікелей кетеді ғой. Айып болды. Міне көріп тұрсыздар ағайын, кісі тасимыз дейміз, такси боламыз дейміз, такси болыңдар, кісі тасыңдар, бірақ жылдамдықты көбейтпей, өзіміз жауапкершілікті өзіміз алайық деген сөз айтайын деген. Дорога смерти дейді ғой, ажал жолы дейміз. Менің ойымша бұл жерде темір жолды іске қосатын уақыт келді. Темір жолды салуымыз керек. Темір жол өте қауіпсіз, әрі арзан, әрі қосымша жұмыс күштері пайда болатын еді. Ең бастысы адамдардың өмірін сақтап қалуға болады. Өйткені Индерге дейін темір жол кетіп тұр. Орал мен Индердің арасын жалғайтын болсақ, шамамен 300 км көлемінде темір жол болады. Енді оны Индерден әрі қарайғы темір жолдың жағдайын білмеймін, бірақ темір жол бар. Ол және мен енді анық қолымда құжат күйінде жоқ, бірақ мен енді өзім сұрастырып, іздестіріп жатырмын. Архивтен сұрастырып жатырмын. Мына СССР мемлекеті кезінде осы жоба болған. Тіпті сметалық құжаттарға дейін дайындалды дейді. Осы Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғау жөнінде мәселе. Мысалы үшін мен Қызылорда облысына өте бір қызығып қараймын. Қызылордада барлық аудандар өзара темір жолмен жалғасып жатыр. Яғни темір жол барлық аудандарына соғады. Бізде ең үлкен проблема осы жол мәселесі ол. Егер Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғайтын болсақ, ол экономикалық жағынан да тиімді. Адамдардың өмірін де сақтап қаламыз. Әрі жұмыссыздық мәселесінде қосымша шешкен болар еді. Сондықтан осы СССР кезінде осы проектіні іздеп тапсақ та, болмаса жаңадан жасасақ та, негізі бұл жаңадан асфальт жол салу ол мәселені түбірімен шешеді деп ойламаймын. Мысалы қазір Ақтөбе мен Ортаға Оралмен темір жол бар. Бір жағынан оларда да такси байланысы бізбен жақсы ғой, альфардтар ол жақта да бар. Бірақ әлде қайда аз да трагедиялық оқиғалар, себебі темір жол көп мәселені шешіп отыр. Бізге қазір мысалы Атырау мен Орал екі ортасына міндетті түрде бір темір жол керек. Себебі Атырауда үлкен Атырау бар, ар жағында Ақтауға қосатын, Атырау арқылы Ақтауға барады ғой. Ар жағында үлкен мұнай газ кеніштері тұр. Яғни біздің болашақта да біздің Батыс Қазақстанның біраз адамдары сол жаққа барып жұмыс істейді деген сөз ол. Біз қаласақ та, қаламасақ та сол адам өзі жақсы өмір сүруге, жақсы жалақы төлейтін жерге барады ғой. Осындай алдағы уақытта осы темір жол мәселесін шешу керек деп есептейміз. Егер Атырауға бара жатсақ, үлкен күре жолдың бойында ауылдардың бәрі жолдың сол жағында орналасқан, ал жайылым оң жағында. Өйткені мына жақта ауылдан кейін оның ауылдың сол жағында жайық ағып жатыр. Ол жаққа мал жайыла алмайды. Сондықтан барлық мал ерсілі-қарсылы мына үлкен күре жолда былай кесіп өтіп жатады. Көрдіңіз бе? Енді біз мынау Астанадағыдай көпір ештеңе салған жоқпыз, мал өтуге ыңғайлы. Сол себепті малға соғылып жол көлік оқиғалары малға соғылу салдарынан ең негізгі бөлігін сол құрайды. Жаңағы жолдың өзінің сапасыздығынан бөлек ең бастысы малға соғылу. Сондықтан біз мынадай ұсыныс енгізгенбіз. Кәдімгі Қытайдың жапсырмалары наклейки дейді, самоклеющий пленка. Светоотражающий, яғни күнге
жарыққа шағылысатын арзан жаңағы наклейкалары. Соны ірі қара малының мүйізіне, жылқының мойнына жапсыру. Сол кезде түнде әсіресе түнгі уақытта өте қауіпті. Ол жерде жарық жоқ, 500 километр жол өте тар. Машиналар қатты келе жатқан кезде алдарына мал шығып қалады. Негізгі жол көлік оқиғасы ең болмаса бір жолата жоймасақ та азайтуға бір септігін тиген болар еді. Енді қазіргі кезде шынымен де бір жағынан қарасақ, жолдың сапасы нашар Елордадағы. Екіншіден ол тек қана жол кінәлі емес қой, бұл жерде кісі таситын, адам таситын таксилердің көбі ешқандай жол ережесін де сақтамайды, жылдамдықты да сақтамайды. Енді былай қанда техниканың тілі жоқ, бірақ оны қарайтын, жүргізетін адам болғаннан кейін, кісі тасығаннан кейін дұрыстап қарау керек деп ойлаймын. Себебі бәріміздің де туысқандарымыз, бауырларымыз сол Атырау мен Елордада жүреді, жұмыс істейді, теңіз кенішінде, басқа жерлерде. Енді қазіргі шынын айтқанда өте қорқынышты. Әр кеткен сайын жанымыз шүберек кетіп отырамыз. Құдайға сыйынып, Аллаға сыйынып дегендей. Енді менің ойымша, біріншіден үкіметтің тарапынан әрине жол сапасын, жолды қайтадан кеңітіп салу керек. Ол мәселе енді ойлаймын күн тәртібінде бар шығар деп. Екінші мәселе, әр адам көлік рөліне отырған өзі алып баратқан адамдардың тағдырына жауапты екенін сезіну керек. Жылдамдықты асырмау керек. Сосын ол жолда үлкен мал көп, мал шығып қалатын үлкен ауылдар бар. Сол мәселенің бәріне көңіл бөліп отыру керек. Содан кейін қазір альфардтар бізде кәдімгі қазақтың трагедиясына айналды ғой. Көптеген, жүздеген, мыңдаған Қазақстан бойынша адамдардың өмірін қиып атқан осы көліктердің көбі оң жақ рөлдегі көліктер. Мен Батыс Қазақстан облысы полиция департамент патрульдік полиция батальон командирінің орынбасары полиция капитаны Берманов Чеңгіз Рахметоллаұлы. Сізді жол қауіпсіздігі жүргізушінің жауапкершілігіне жол апатын алдын алу шақырамын. Ағымдағы жылдың 6 ай қорытындысы бойынша облыс аумағындағы тас жолдарда 26 жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 12 адам қаза тауып, 41 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Сонымен қатар шілденің 1 мен 31 аралығында Батыс Қазақстан аумағында рөлде ұйықтау акциясы өткізілуде. Акцияның мақсаты жол көлік оқиғаларын алдын алу, автокөлік құралдары жүргізушілерінің шамадан тыс жұмыс істеудің себебі апаттық деңгейлерді төмендету, сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ауыр немесе шаршаған жағдайда реакцияны және назарын нашарлататын дәрілік препараттардың әсеріндегі жүргізушілерді анықтау болып табылады. Құрметті қала тұрғындары және жүргізушілер, көлік құралын басқару кезінде жылдамдықты асырмай, қауіпсіздік белдігін тағып, жол жүру ережесін қатаң сақтап жүргізулеріңізді сұраймын. Ал мына ағайындар май қызметкерлері өзінің жұмысын жасап жатыр. Бұл машинаны тоқтатпайды көліктерді. Бұл автоматты түрде осылай жылдамдықты асырса, өзі машинаға түсіп, осындай камераға, базаға енгізіп жатады. Қазір сұрақ қойып. Ассалаумағалейкум. Бүгіндікке мына жерде тұрғанымызға неше сағат болды? 1 сағаттың үстінде уақыт болды. 1 сағатта жылдамдықты көбейткен неше машина өтті шамамен? Қазір 1 сағаттың ішінде 8 автокөлік жылдамдығын асырып келе жатыр. Ол базаға тікелей кетеді ғой. Айып болды. А міне көріп тұрсыздар ағайын, кісі тасимыз дейміз, такси боламыз дейміз. Такси болыңдар, кісі тасыңдар, бірақ жылдамдықты көбейтпей, өзіміз жауапкершілікті өзіміз алайық деген сөзімді айтайын деген. Дорога смерти дейді ғой, ажал жолы дейміз. Менің ойымша бұл жерде темір жолды іске қосатын уақыт келді. Темір жолды салуымыз керек. Темір жол өте қауіпсіз, әрі арзан, әрі қосымша жұмыс күштері пайда болатын еді. Ең бастысы адамдардың өмірін сақтап қалуға болады. Өйткені Индерге дейін темір жол кетіп тұр. Орал мен Индердің арасын жалғайтын болсақ, шамамен 300 километр көлемінде темір жол болады. Енді оны Индерден әрі қарайғы темір жолдың жағдайын білмеймін, бірақ темір жол бар. Ол және мен енді анық қолымда құжат күйінде жоқ, бірақ мен енді өзім сұрастырып, іздестіріп жатырмын. Архивтен сұрастырып жатырмын. Мына СССР мемлекеті кезінде осы жоба болған. Тіпті сметалық құжаттарға дейін дайындалды дейді.
осы Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғау жөнінде мәселе. Мысалы үшін мен Қызылорда облысына өте бір қызығып қараймын. Қызылордада барлық аудандар өзара темір жолмен жалғасып жатыр. Яғни темір жол барлық аудандарына соғады. Бізде ең үлкен проблема осы жол мәселесі ғой. Егер Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғайтын болсақ, ол экономикалық жағынан да тиімді. Адамдардың өмірін де сақтап қаламыз. Әрі жұмыссыздық мәселесін де қосымша шешкен болар еді. Сондықтан осы істер кезінде осы проектіні іздеп тапсақ та, болмаса жаңадан жасасақ та, негізі бұл жаңадан асфальт жол салу ол мәселені түбірімен шешеді деп ойламаймын. Мысалы қазір Ақтөбе мен Екортаға Оралмен темір жол бар. Бір жағынан оларда да такси байланысы бізбен жақсы ғой, альфардтар ол жақта да бар. Бірақ әлде қайда аз да трагедиялық оқиғалар, себебі темір жол көп мәселені шешіп отыр. Бізге қазір мысалы Атырау мен Орал Екортасына міндетті түрде бір темір жол керек. Себебі Атырауда үлкен Атырау бар, ар жағында Ақтауға қосатын, Атырау арқылы Ақтауға барады ғой. Ар жағында үлкен мұнай газ кеніштері тұр. Яғни біздің болашақта да біздің Батыс Қазақстанның біраз адамдары сол жаққа барып жұмыс істейді деген сөз ол. Біз қаласақ та қаламасақ та сол адам өзі жақсы өмір сүруге, жақсы жалақы төлейтін жерге барады ғой. Осындай алдағы уақытта осы темір жол мәселесін шешу керек деп есептейміз. Егер Атырауға бара жатсақ, үлкен күре жолдың бойында ауылдардың бәрі жолдың сол жағында орналасқан, ал жайылым оң жағында. Өйткені мына жақта ауылдан кейін оның ауылдың сол жағында жайық ағып жатыр. О жаққа мал жайыла алмайды. Сондықтан барлық мал ерсілі-қарсылы мына үлкен күре жолда былай кесіп өтіп жатады. Көрдіңіз бе? Енді біз мынау Астанадағыдай көпір ештеңе салған жоқпыз, мал өтуге ыңғайлы. Сол себепті малға соғылып жол көлік оқиғалары малға соғылу салдарынан ең негізгі бөлігін сол құрайды. Жаңағы жолдың өзінің сапасыздығынан бөлек ең бастысы малға соғылу. Сондықтан біз мынадай ұсыныс енгізгенбіз. Кәдімгі Қытайдың жапсырмалары наклейки дейді, самоклеющий пленка. Светоотражающий, яғни күнге жарыққа шағылысатын арзан жаңа наклейкалары. Соны ірі қара малының мүйізіне, жылқының мойнына жапсыру. Сол кезде түнде, әсіресе түнгі уақытта өте қауіпті, ол жерде жарық жоқ, 500 км жол өте тар, машиналар қатты келе жатқан кезде алдарына мал шығып қалады. Негізгі жол көлік оқиғасы ең болмаса бір жолата жоймасақ та азайтуға бір септігін тиген болар еді. Енді мен қазіргі кезде шынымен де бір жағынан қарасақ, жолдың сапасы нашар Екортадағы. Екіншіден ол тек қана жол кінәлі емес қой, бұл жерде кісі таситын, адам таситын таксилердің көбі ешқандай жол ережесін де сақтамайды, жылдамдықты да сақтамайды. Енді былай қанда техниканың тілі жоқ, бірақ оны қарайтын, жүргізетін адам болғаннан кейін, кісі тасығаннан кейін дұрыстап қарау керек деп ойлаймын. Себебі бәріміздің де туысқандарымыз, бауырларымыз сол Атырау мен Екортада жүреді, жұмыс істейді, теңіз кенішінде, басқа жерлерде. Енді қазіргі шынын айтқанда өте қорқынышты. Әр кеткен сайын жанымыз шүберек кетуге отырамыз. Құдайға сыйынып, Аллаға сыйынып дегендей. Енді менің ойымша, біріншіден үкіметтің тарапынан әрине жол сапасын, жолды қайтадан кеңітіп салу керек. Ол мәселе енді ойлаймын күн тәртібінде бар шығар деп. Екінші мәселе, әр адам көлік рөліне отырған өзі алып баратқан адамдардың тағдырына жауапты екенін сезіну керек. Жылдамдықты асырмау керек. Сосын ол жолда үлкен мал көп, мал шығып қалатын үлкен ауылдар бар. Сол мәселенің бәріне көңіл бөліп отыру керек. Содан кейін қазір енді альфардтар бізде кәдімгі қазақтың трагедиясына айналды ғой. Көптеген, жүздеген, мыңдаған Қазақстан бойынша адамдардың өмірін қиып атқан осы көліктердің көбі оң жақ рөлдегі көліктер. Надо так, чтобы ездить, не нарушать скорость. Скорость здесь. Главное, что едут, вы знаете, аж все самые. На повороте он обгоняет, это сумасшедшие какие-то, не знаю, неправильно делают. Скорость должна быть. Ну вот 90 написано, иди 90. Дорога смерти дейді ғой, ажал жолы дейміз. Таксилердің көбі ешқандай жол ережесін де сақтамайды, жылдамдықты да сақтамайды. Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл біз айтамыз жобасы.
бүгінгі айтатын мәселеміз Орал Атырау тас жолындағы жол көлік апаттары. Шыны керек, қазір ағайынның аузында бұл жол өлім жолы деп аталып кетті. Себебі Атырау Орал трассасында бір жылдың ішінде бірнеше адам қайтыс болып, отағасынан айырылды, анасынан айырылды, жесір қалды. Көп бала әкесіз, анасы жетім қалды. Сол жол апаттарын алдын алу бағыты бойынша не істеу керек? Біз айтамыз. Мен Батыс Қазақстан облысы полиция департамент патрульдік полиция батальон командирінің орынбасары полиция капитаны Бирманов Чеңгіз Рахметоллаұлы. Сізді жол қауіпсіздігі жүргізушінің жауапкершілігіне жол апатын алдын алу шақырамын. Ағымдағы жылдың 6 ай қорытындысы бойынша облыс аумағындағы тас жолдарда 26 жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 12 адам қаза тауып, 41 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Сонымен қатар, шілденің 1 мен 31 аралығында Батыс Қазақстан аумағында рөлде ұйықтау акциясы өткізілуде. Акцияның мақсаты жол көлік оқиғалардың алдын алу, автокөлік құралдары жүргізушілерінің шамадан тыс жұмыс істеудің себебі апаттық деңгейлерді төмендету, сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ауыр немесе шаршаған жағдайда реакцияны және назарын нашарлататын дәрілік препараттардың әсеріндегі жүргізушілерді анықтау болып табылады. Құрметті қала тұрғындары және жүргізушілер, көлік құралын басқару кезінде жылдамдықты асырмай, қауіпсіздік белдігін тағып, жол жүру ережесін қатаң сақтап жүргізулеріңізді сұраймын. Міне ағайындар май қызметкерлері өзінің жұмысын жасап жатыр. Бұл машинаны тоқтатпайды көліктерді. Бұл автоматты түрде осылай жылдамдықты асырса, өзі машинаға түсіп, осындай камераға, базаға енгізіліп жатады. Қазір сұрақ қойып. Ассалаумағалейкум. Бүгіндікке мына жерде тұрғаныңызға не сағат болды? 1 сағаттың үстінде уақыт болды. 1 сағатта жылдамдықты көбейткен неше машина өтті шамамен? Қазір 1 сағаттың ішінде 8-6 көлік жылдамдығын асырып келе жатыр. Ол базаға тікелей кетеді ғой. Айып болды. Міне көріп тұрсыздар ағайын, кісі тасимыз дейміз, такси боламыз дейміз. Такси болыңдар, кісі тасыңдар, бірақ жылдамдықты көбейтпей, өзіміз жауапкершілікті өзіміз алайық деген сөзім айтайын деген. Дорога смерти дейді ғой, ажал жолы дейміз. Менің ойымша бұл жерде темір жолды іске қосатын уақыт келді. Темір жолды салуымыз керек. Темір жол өте қауіпсіз, әрі арзан, әрі қосымша жұмыс күштері пайда болатын еді. Ең бастысы адамдардың өмірін сақтап қалуға болады. Өйткені Индерге дейін темір жол кетіп тұр. Орал мен Индердің арасын жалғайтын болсақ, шамамен 300 км көлемінде темір жол болады. Енді оны Индерден әрі қарайғы темір жолдың жағдайын білмеймін, бірақ темір жол бар. Ол және мен енді анық қолымда құжат күйінде жоқ, бірақ мен енді өзім сұрастырып, іздестіріп жатырмын. Архивтен сұрастырып жатырмын. Мына СССР мемлекеті кезінде осы жоба болған. Тіпті сметалық құжаттарға дейін дайындалды дейді. Осы Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғау жөнінде мәселе. Мысалы үшін мен Қызылорда облысына өте бір қызығып қараймын. Қызылордада барлық аудандар өзара темір жолмен жалғасып жатыр. Яғни темір жол барлық аудандарына соғады. Бізде ең үлкен проблема осы жол мәселесі ол. Егер Атырау мен Оралдың арасын темір жолмен жалғайтын болсақ, ол экономикалық жағынан да тиімді. Адамдардың өмірін де сақтап қаламыз. Әрі жұмыссыздық мәселесінде қосымша шешкен болар еді. Сондықтан осы СССР кезінде осы проектіні іздеп тапсақ та, болмаса жаңадан жасасақ та, негізі бұл жаңадан асфальт жол салу ол мәселені түбірімен шешеді деп ойламаймын. Мысалы қазір Ақтөбе мен Екортаға Оралмен темір жол бар. Бір жағынан оларда да такси байланысы бізбен жақсы ғой, альфардтар ол жақта да бар. Бірақ әлде қайда аз да трагедиялық оқиғалар, себебі темір жол көп мәселені шешіп отыр. Бізге қазір мысалы Атырау мен Орал екі ортасына міндетті түрде бір темір жол керек. Себебі Атырауда үлкен Атырау бар, ар жағында Ақтауға қосатын, Атырау арқылы Ақтауға барады ғой. Ар жағында үлкен мұнай газ кеніштері тұр. Яғни біздің болашақта да біздің Батыс Қазақстанның біраз адамдары сол жаққа барып жұмыс істейді деген сөз ол. Біз қаласақ та, қаламасақ та сол адам өзі жақсы өмір сүруге, жақсы жалақы төлейтін жерге барады ғой.
осындай алдағы уақытта осы темір жол мәселесін шешу керек деп есептейміз. Егер Атырауға бара жатсақ, үлкен күре жолдың бойында ауылдардың бәрі жолдың сол жағында орналасқан, ал жайылым оң жағында. Өйткені мына жақта ауылдан кейін оның ауылдың сол жағында жайық ағып жатыр. Ол жаққа мал жайыла алмайды. Сондықтан барлық мал ерсілі-қарсылы мына үлкен күре жолда былай кесіп өтіп жатыр. Көрдіңіз бе? Енді біз мынау Астанадағыдай көпір ештеңе салған жоқпыз, мал өтуге ыңғайлы. Сол себепті малға соғылып жол көлік оқиғалары малға соғылу салдарынан ең негізгі бөлігін сол құрайды. Жаңағы жолдың өзінің сапасыздығынан бөлек ең бастысы малға соғылу. Сондықтан біз мынадай ұсыныс енгізгенбіз. Кәдімгі Қытайдың жапсырмалары наклейки дейді, самоклеющий пленка. Светоотражающий, яғни күнге жарыққа шағылысатын арзан жаңа наклейкалары. Соны ірі қара малының мүйізіне, жылқының мойнына жапсыру. Сол кезде түнде әсіресе түнгі уақытта өте қауіпті. Ол жерде жарық жоқ, 500 км жол өте тар. Машиналар қатты келе жатқан кезде алдарына мал шығып қалады. Негізгі жол көлік оқиғасы ең болмаса бір жолата жоймасақ та азайтуға бір септігін тиген болар еді. Енді қазіргі кезде шынымен де бір жағынан қарасақ, жолдың сапасы нашар Елордадағы. Екіншіден ол тек қана жол кінәлі емес қой, бұл жерде кісі таситын, адам таситын таксилердің көбі ешқандай жол ережесін де сақтамайды, жылдамдықты да сақтамайды. Енді былай қарағанда техниканың тілі жоқ, бірақ оны қарайтын, жүргізетін адам болғаннан кейін, кісі тасығаннан кейін дұрыстап қарау керек деп ойлаймын. Себебі бәріміздің де туысқандарымыз, бауырларымыз сол Атырау мен Елордада жүреді, жұмыс істейді, теңіз кенішінде, басқа жерлерде. Енді қазіргі шынын айтқанда өте қорқынышты. Әр кеткен сайын жанымыз шүберейіп кете отырамыз. Құдайға сыйынып, Аллаға сыйынып дегендей. Енді менің ойымша, біріншіден үкіметтің тарапынан әрине жол сапасын, жолды қайтадан кеңітіп салу керек. Ол мәселе енді ойлаймын күн тәртібінде бар шығар деп. Екінші мәселе, әр адам көлік рөліне отырған өзі алып бара жатқан адамдардың тағдырына жауапты екенін сезіну керек. Жылдамдықты асырмау керек. Сосын ол жолда үлкен мал көп, мал шығып алатын үлкен ауылдар бар. Сол мәселенің бәріне көңіл бөліп отыру керек. Содан кейін қазір альфардтар бізде кәдімгі қазақтың трагедиясына айналды ғой. Көптеген, жүздеген, мыңдаған Қазақстан бойынша адамдардың өмірін қиып жатқан осы көліктердің көбі оң жақ рөлдегі көліктер. Тағы мәселе осы жол апаттарының оқиғасы болатын жайттың бірі LED светтер дейді. Түнде келе жатады, ақшитып қояды, қарсы келе жатқан машина оны көрмейді. Сондықтан да болады, малға соғылады, тағысын тағы. Сондықтан ағайын сіздерге жүргізушілерге айтатын, міне 90 деп знак тұрма, бұл қарап танап тұрған жоқ, ендеше 90-дан асырмайық. Өз жауапкершілігімізді өзіміз алайық. Рөлде ұйықтау республикасы акция өтіп жатыр бізде. Жаңа көзіңіз білесіз бе, жолда деген көптеген авариялар болып жатыр, орын алып жатыр. Адамдар жаңа жолдан шаршап шығады, жолда ұйықтап, соның кесірінен жол көлік оқиғасы көп орын алып жатыр. Сізге осындай акция береміз, қарап. Енді акцияны қолдаймыз. Авария болмаған жақсы, адамның қауіпсіздігі ғой, ең бірінші. Адамымыз, жолымыз қайда-да. Надо так, чтобы ездить, не нарушать скорость. Скорость здесь. Главное, что едут, вы знаете, аж все самые. На повороте он обгоняет, это сумасшедшие какие-то, не знаю, неправильно делают они. Скорость должна быть. Ну вот 90 написано, иди 90. Бұл акцияны қолдаймыз біздер. Жолда жай жүру керек. Өзінің мөлшерімен 110 ба 110-мен жүру керек. Сақ болу керек. Жол қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Жеңіл машиналар ғой, көбінесе қатты жүретін. Любой жеңіл машина қатты жүреді ғой. Альфа-арттан таксисттер. Оларға не айтасыз таксистерге? Олар айында барынша сақтық шараларын қолдап жүрсін деп. Жол апатынан қайтыс болған барлық жандардың отбасына қайғы көңіл айтамыз. Жол мұраты жету демекші, асықпай жетсек те аман жетейік ағайын.